Уағалайық, жиылыс басқарып отырған төрағалар. Бұл жиынымыздың өзі не боп барады? Ауыл үйдің арасындағы ұрыс керіс, бақа есепке айналып бара жатқан сияқты. Әр нәрсеге байыппен қараған жөн емес пе? Бай болайық, кедей болайық, бір-біріміздің жыртысымызды жыртып, іргеміз сөгілмей, бірге көшіп қонып жүрген етектей елемес педік. Енді келіп, ертең бет көріспей кететіндей, өлердегі сөзімізді айтысып, жаға жыртысамыз. Үлкен бар, кіші бар, ауылдың ардақ тұтар ақсақалы, азаматы бар. Жаңа үкімет орнады, дұрыс. Құдай-ау, бұған ешкім қарсы шығып жатқан жоқ. Тәртібіне көніп, заңына мойсынып жатырмыз. Әділ заң, әділ үкімет болса, кім иланбайды? Ақ патшаның заманында қандай едік? Жер судан айырылып, өз жерімізде, дәл осы көктеуде, дәл осындай мамыражай отыра алып бедік. Басқасын айтпағанда, 1916 жылы қызыл қырғын салып, торғайдай тоздырып жібермеп беді. Сәл бас көтергеніңді аты басып, ит қосып қуып, ит жеккенге айдатпап беді. Сонда осы жерімізді көруге де зар болып, жүнгөге асып, арғы бетте жүргенде, ақ патшаны тақтан құлатып, жерімізді өзімізге қайтарып, ата-бабамыздың қасиетті топырағына қайта келіп отырғызған осы Совет өкіметі. Мұндай өкіметтен айналса болмай ма? Құдайға шүкір, бұған да жеттік. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады. Бұл жас өкімет өзіне өз келгенше қиыншылықтар болар. Көш жүре түзеледі дейді ғой қазақ. Әлақ бәрі қалпына келер. Өкіметтің қолдағаны, сөзімізді сөйлегені осы екен деп бет-бетімізге лағып, өзімізбен өзіміз ала жылан ашпақа болғанда қайда барамыз? Осы өкімет осы қалпынан тамбай, ілгері баса берсе, осы ел осы жерде еш қайда көшіп кетпеспіз. Бірге жүріп, бірге тұрармыз. Сондықтан ар жақ бер жағымызға қарап, асықпай, аптықпай сөйлеп, айтарымызды ашуға жеңдірмей айтсақ. Ашуланғанда көз қызарады, ашу басылған соң бет қызарады. Ертең бір-біріміздің бетімізге қызармай қарайтын болайық. Сәл ентігін басып жан жағына қарады. Жұрт қимыл қыбырсыз ұйып қалған. Жаңағы жігіт бізді байдың тұқымы деді. Неге орташаға жатады дейді. Әкеміз қажыға барса, дін жолында, Құдай жолында, өз дәулетін өзінен аямай өз күшімен барды. Біреуге қылған қылдай қиянаты жоқ. Біздің де осы ел жұрт біледі, шалқып жатқан байлығымыз жоқ. Орташа десе, өкіметтің өзінің шешкені ғой. Осы елдің малын, жанын қаттап шоттағанда, әркімнің қанша байлығы бар, соған қарап салық салмап беді. Өкімет өзі біледі, сенбесе қайта тексерсін. Сөйлегеннің жөн осы екен деп, әйтеуір үкімет байды жек көреді деп, әкеміздей сыйлы кісілердің бетіне келе бермейік. Ақсақалдың назасына қалсаң, сақалының ағырады деген екен бұрынғылар. Үлкенді қадыр тұтып, сақал сыйлап өскен ел емес педік. Атасыздың аузы зор деген сөз бар ғой. Атасыздың тек сіздің ісін қылмай қағайын, деп тоқтады. Жұрт әлі тым-тырыс. Әлгі жігіт одан ары қызарып булығып қалған. Орнында тыныш тұра алмай, өзінен өзі күбірлеп, бұл кісі өстіп майдалап сөйлеп құртады адамды,
деді даусын қаттырақ шығарып жұрт арасынан. Тура айтты бөкең, жөн сөз. Тура, өте дұрыс сөйледі. Ой, Бөрбай бола ма, ол бүйтіп сөйлемесі, дескен дауыстар естіліп жатты. Жиылысты басқарушылар да өзара күбірлесіп отырып, бір уақытта Омарбек орнынан көтерілді. Бөкең тура айтты, жақсы айтты, жолдастар. Шындығында айтқанның жөн осы екен деп, үлкенді үлкен, кішіні кіші демей, беттен алып, төске шауып, сыйымызды жоғалтпайық. Бірақ кейде күйіп кеткен, ашынған адам не демейді? Бұл жерде байларды, ауқаттыларды ақтай алмаймыз біз. Оларда да бұра тартушылар жоқ емес, бар. Ал салық мәселесін біз ертеңнен бастап ауыл-ауылдар алап қайта тексереміз. Сонда кімнің кім екені белгілі болады, деп тағы да біраз сөйледі. Одан кейін Төңкерістік комитет төрағасы, Қосшы одағының төрағасы топ арасынан қойылған өздеріне тиісті сұрақтарға жауап берді. Екеуі де көпшілікті ауылдағы Совет үкіметінің ықпалын күшейте түсуге шақырып, сөздерін аяқтады. Жиылыс соңында болыстық төраға Омарбек мойынсеріктегілерден басқа байлардың, орташалардың егіншілікпен әлі де жөнді айналыспай отырғандықтарын айтып өтті. Бәрібір байлардың астық салығын төлейтінін қатты тапсырды. Олардың мойынсеріктегілерге барынша көмек көрсетулері керектігін табыстап, нықтап айтты. Ал мойынсерік мүшелерімен 2-3 күннің ішінде жеке жиын өткізетінін айтып, бүгінгі топты осымен аяқтап, жұртты таратты. Айтатын, жолғатын жұмыстары барларға, болыстық кеңсеге келулеріңе болады, есік ашық деді де, төрағалар орындарынан тұрды. Үлкен сәскеде жиылған жұрт үлкен бесін кезінде тарай бастады. Дабыр-добыр сөйлесіп, топ-топ болып, аттылы жаяу үйді-үйлеріне кетіп барады. 2-3 аттылы ауылдан шыға, өрістегі малдарына қарай етектері далбалаңдап тұра шапты. Оларға ауылдың иттері қосылды. Бөрібай, Баспақ, Таңжарық, Тінәлі төртеуі ауыл шетімен жаяулап баяу басып әңгімелесіп келеді. Япырай, бұлар бұған дейін қалай шыдап жүргені-ей, деп Баспақ ақсақал басын шайқады. Деді Бөрібай жөнді ести алмай қалғандай. Әй, кедейлерді айтам да. Соны айтам тәпті, деді Бөрібай сөзге жаңа түсінгендей. Кедейдің өкіметі дегенге сонша ауыздарына келгендерін соғады кеп, түк көрмеген өңкөй. Әй, қайтатын емес тәпті, деді артта Тінәлімен қатар келе жатқан Таңжарық. Беттері ашылып алып тәбден. Дұрыс қой, айсын, бірақ жөнімен, жүйесімен сөйлесе, ондай сөзге адам тоқтайды ғой. Бөрібай Таңжарыққа мойнын бұра сөйледі. Байлардан да бар, оларды ақтап отырған жоқпын. Жаңағы сөйлеген Берікбай деген ақсақал, бір Құдай деген жақсы адам. Әлгі Әшімбек деген жігіт те жақын туысқаны. Енді айтып отырғанын көрмеймісің? Деді Баспақ ақсақал күрсініп. Дүниеде өзіңнен шыққан жау жаман. Сол ағайын болған соң ғой, бірін-бірі көре алмай, салғыласып тұрғандары. Тегінде ағайын арасында көздің былшығы, тістің сарсығы сияқты бірдемелер болмай тұра ма? Әйтеуір кедейлерде бір желік бар. Құдай түбін берсін, деп қойды Тінәлі де ақырын сөйлеп. Енді ежелден бар болсаң көре алмайтын, жоқ болсаң бере алмайтын ағайын емес пе Құдай-ау, деді Баспақтың сөзін қостаған Бөрібай. Не десек те,
кедей ағайынын далаға тастаған байды көрген жоқпын. Әйтеуір қанатының астын алып, қам қорсып жүреді ғой. Жақынын жатқа берген бе Қазекең? Дұрыс айтасың, Бөрібай, деді баспақ, екі қолын артына ұстаған күйі ақырын басып. Соны кедейлер түсініп отырма. Өкімет қолдады екен деп, беттен алып төске шауып. Енді көреміз, өкімет әділ болса, бәрінде жөніне келтірер, бір жағына қисайып кетпесе, деді Бөрібай да даусы бір түрлі жарықшақтана сөйлеп. Бұл екеуі осылай күбірлей сөйлесіп, озын құрап кетіп еді. Бөкің ашуланыңқырап қалды-ау деймін, деді таң жарық Тінәлі екеуі кейінірек қалғанда. Енді жаңағы бір сандалған неме неге байдың қатарына қосылмайды деп килікті ғой өзі. Көре алмаған біреу айтқызып отыр ғой оған. Әйтпесе, осы ел жұрт біледі. Мал жинамаған кісі ғой. Би атасына өзінің ата-бабасынан келе жатқан көсемдігінен, шешендігінен, ал азын аулақ мал қай қазақта жоқ дейсің. Екеу де біраз уақыт үнсіз қалысты. Таң жарықтың келгелі бір байқағаны, кедейлерде бір серпіліс, сілкініс барлығы еді. Оған өзінше іштей қуанып та жүрген. Кедейлер теңдік алып, еңселері көтеріле бастапты деп қоятын әңгім арасында. Бүгінгі жиында да оған көз жеткендей болды. Бірақ Бөкең айтқандай, жөнсіз даурығу, байды жамандаған осы екен деп қисынсыз байбалам салу байқалады. Қайсын енді, деп ойлады таң жарық. Кедей байқұстардың да көрмегені жоқ қой. Оның бәрін көзім көрген. Кедейдің бірі, байдың малын баққанның бірі, өзім емес пе едім. Байдың да байы бар. Тышқа құлағында қимайтын не бір сараң байлар жетеді бұл қазақта. Жаңағы бейшалар бекер шырылдап тұр дейсің бе? Оның үстіне үкімет қолдап тұрса, байға есеңді жіберме, ақыңды ал деп тұрса, неге айтпайды? Неге айғайламайды? Өмір басылып келген жарлы жақбайлар, есе тиген деген осы, күніміз туған деген осы деп, неге бір кеудесін көтермесін? Бір есептен бұда дұрыс. Мен білетін қазақтың байы өз бетімен кедейге мал беруші ме еді? Жаңағы кедейлердің бәрінің сөзі дұрыс маған салса. Жыламаған балаға емшек бермейді. Үкіметтің арқасында бұлар да бір айсын, сөйлесін, серпіліп еңсесін көтерсін. Оян кедей, оян, қашанғы ұйықтайсың, қашан кезлесің. Осындай оймен бұл екеу де үйге келіп қалып еді. Күркілдектің басындағы көк саланы жайлап отырған Жәменкі ауылына ерулікке барған бір топ адам бесін ауа қайтқан. Сәске кезінде келген қонақтар жайлау төрінде бағланның былқыған етін жеп, тоқтарын балдай сары қымызбен басып, талай әңгіменің басына су құйғаннан кейін, әбден күнеңкейген кезде аттарына қонған. Екі-үштен қатарласып әңгімелесіп келе жатқан салт аттылардың көңілдері көтеріңкі, дабырлай сөйлесіп, қарқылдай күлісіп алады. Жайлауға келгелі түктері жылтырап құлпырып шыға келген өңкөй таңдаулы сайгүліктер, құлақтарын қайшылап жарыса пысқырынып қойып, сылаңғаға аяңдасады. Текес өзенінің бұл тұсы кәдімгідей шу салып, сарылдап гүрілдеп ағады екен. Өзенді жағалаған жол қалың қарағайдың ішін аралап кеткенде, су сарыны алыстап, құмығып естіледі де, ашық алаңқайға шыға келгенде, сар-сар гүр-гүр етіп ала жөнеледі. Кейде өзен жалама жартастардың қыспағындағы шыңырау құзға түсіп кетеді де, дымы өшіп қалады.
Мұндайда неше түрлі құстардың құйқылжи сайрағаны анық естіліп, басқа бір жағымда өз бойыңды билейді. Тәпті шегірткенің шырылына дейін анық естіліп қалады. Таң жарық топтың соңына таман келе жатыр. Қасында Тінәлі мен Бөрібайдың кішінісі Әбділда бар. Соңғы күндері Әбділда да таң жарыққа жақын тартып жүр. Өзінің ептеп домбыра тартып ән салатыны бар. Содан ба таң жарық та оны осылай ары бері шыққанда іздейтін болған. Осыдан 10 шақты күн бұрын жайлауға көшкенде де осылай үшеуі бірге келген еді. Қазақ үшін ежелден жайлаудың орны бөлек қой. Шіркін мұнда келгеннен бері ауылдың үлкен кішісі бірдей мәре-сәре, мәз-мәйрам. Малда, жанда, жайлаудың көк шалғынды масатыдай шөбінде, кілемнің үстінде асыр салып ойнаған баладай жадырай жайылып мамырлай бастады. 2-3 күн өй тігіп бие байлап алғаннан кейін, бұлардан бұрын келген ауылдар кезек-кезек ерулікке шақырды. Осылай жайлау қызығы басталды да кетті. Бүгінде ауылдың игі жақсылары сондай бір еруліктен қайтып келе жатыр. Мұндай шақырыстың бәрінен Бөрібай таң жарықты қалдырмай бір қалып жүр. Ел көріп, жер көріп дегендей, бізбен бірге жүре берсеңші деген әуелде онша жүргісі келмеген оған Бөрібай. Таң жарықта бүгін өте-мөте көңілді. Тінәлі мен Әбділданың ортасында әзіл қалжыңмен күліп ойнап келе жатыр. Өзенге қарай суына түскен қалың қарағайлы тұмсықтан айналғаннан кейін аңғар кеңіп, Шұбартал жайлауының жазығы басталады. Биек ауылы осы жазықта отыр. Әркес-тіркес отырған ақбоз үйлі ауылдар өзен бойын жағалай, шөбі белуардан келетін ат шаптырым жазыққа қоныс тепкен. Төңірегі қам-қуыт мал, жайлаудың балбырап еміп тұрған ғажайып шағы. Дәл қазірде күнен кейіп сай-салаға көлеңке ұялай бастаған. Қалың қарағайдың ара-арасындағы ашық беткейлердің бәрі қаптаған қарала қой, қырқа-қырқадан өгіз мінген қойшылар көрінеді. Ауылдың шеті көрінгенде атының басын іркіп, сәл аялдағандай болған таң жарыққа Тінәлі: «Неге тоқтадың ақын бала?» деді мойнын бұрып. «Жайлауды сағынып қалыппын, Тінәлі аға», деді таң жарық. «Келгеннен бері бұл жердің көркіне қараған сайын көзім тояр емес. Қандай керемет, қараңызшы өзіңіз». Екі қолын жайып, үзеңгіге шірене көтеріліп қойды. «Ауылдың өзі мына жерге жараса қалғанын көрмейсіз бе?» деп Тінәлі күрсінді. «Жетісу жер жәннаты деп бекер айтты дейсің бе?» Дауысы күңгірттеу естілді. Сәл тосылып қалған таң жарық лепірген көңілімен асығыстау сөйлегенін енді аңғарып, беті ду ете түсіп, қызарып кетті. Үндемей қалып, ерге басылып отырды. Сезімтал Тінәлі мұны байқап қалып еді. Ол да сәл үнсіз тұрды да: «Неге қысыласың, ақын бала? Үндемей қалдың ғой. Қысылатын еш нәрсе жоқ. Сенің сұлулыққа сүйсінген ақын көңліңнің ақтығына, пәктігіне мен де сүйсініп тұрмын. Осынша жайнап жасарып тұрған дүниеге әдемілікке құштар болып, оны түйсініп сезіне білмесең, ақын боласың ба? Қайта алған әсеріңді осылай айтып отыр. Іркілме, қысылма, өлең шығар. Біз де бір рақаттанып қалайық, ақын бала», деді толқи сөйлеп. «Ой, Тінәлі аға, рақмет сізге», деп ер үстінде қопаңдай қозғалып, таң жарық қайта жадырай сөйледі. «Қандай жақсы адам шіркін. Не деген сезім тал. Менің аңғармай сөйлеп,
өзімнен өзім қысылып қалғанымды сезе қойғанын көрмейсің бе? Қымыздың буымен сонша лепіріп, көзі көрмейтін адамды табалағандай, қараңызшы, көріңізші деп, өзеленіп, ұятай. Жақсы, ақын бала, деді тағы да Тінәлі. Байқаймын, бүгін бір шабытың келіп тұрған сияқты. Ауылға да қайтқың келмей тұрау. Осы тасыған көңлің алып ұшып, қайда тартады? Не бар ойыңда, айта бер, жасырмай. Көңлімді түсінгеніңізге мыңда рахмет, Тінәлі аға. Мынадай жайлауда, өзіңіздей жақсағаның қасында бітпеген желік, осындайда келмеген шабыт қашан келеді? Ойда бөтен ештеме жоқ. Әлден ауылға жетіп барғанша, сыртта біраз жүре тұрсақ та дегенім ғой. Бәсе, атыңның басын ірккенінен ақ байқап едім. Тінәлі күлімсірей сөйледі. Онда мен ауылға қайта берейін. Екі бойдақ асықпай жеке серуендеп қайтыңдар. Көрші ауылдарда қыз көп көрінген. Әнеу күні көш үстінде байқаған ғой. Өздерің білесіңдер. Кештетіп солай тартып кетесіңдер ме? Деп атының басын бұра берді. Жоқ, Тінәлі аға, ол жаққа бармаймыз деп таң жарық та күлді. Ой, ағаның қалжыңы қалмайды, деді Әбділда да жымиып. Екеуі аттарын сыйпай қамшылап, ауылдың тура қарсысындағы жасыл беткейдің орта тұсына дейін барып тоқтады. Бұл жерден төңірек дәл алақандай көрінеді. Тура қарсында жеке дара шөккен нардай лабасы жатыр. Бергі беті күнгөйдағы, арғы теріскейі сыңсыған қарағай сияқты. Қаз қатар тізілген ұштары қылтиып самсып көрінеді. Еруліктен қайтқан алғашқы бір топ адамдар 2-3 ауылдарға тарап кетті. Тінәлі де әнекей жақындап қалды ауылға. Кешкі уақытта ауылдағы үлкен күшінің бәрі сыртта, есік алдына шыққан. Шал кемпірлер әр жерде дөңгөлені отырып әңгіме дүкен құрса, балалар топ-топ болып асыр салып ойнап жүр. Аттан түскеннен кейін ауыл жаққа көз жіберіп сәл үнсіз отырып қалған таң жарық тамағын кеней жөткірініп алып. Ал әбеке, әңгіме айт, деп Әбділдаға қарады. Әбеке дегенге бұл кәдімгідей қысылып қалады. Екеуі алғаш шүйіркелесіп жас турасқанда, Таңжарық одан бір жас кіші боп шықты. Қатардың аты Қатар, содан екеуі жақын тартып кеткен. Мен не әңгіме айтам, тәке? Біздің ауылды өзің көріп отырсың, қайта алыс жерден, басқа елден келген өзің айтсаңшы әңгімені, деді Әбділда жайбырақат. Солай де, әбеке, әлі талай әңгіме айтамыз ғой. Мен бір сауал қояйын, ренжімесең. Өзің қажының баласысың, өзің өнерлі жігітсің. Неғып үйленбей жүрсің? Сөйлесіп жүрген қалыңдығың бар ма? Әбділда ұялғандай үндемей отырды да, орнынан қозғалыңқырап қойып, үйлену қайда қашар дейсің? Болар бір сәті түскен күні, деді. Ал өзің неғып үйленбегенсің? Өнердің көкесі өзіңде ғой. Әбділда таң жарыққа жымия қарады. Мен деген кедейдің баласымын. Өзім байдың жалшысымын. Олардың жағдайын білесің ғой. Ал сен болсаң, бізде бай емеспіз. Келгелі өзің байқаған шығарсың. Дәл маған қарағанда жағдайың жақсы ғой. Құдайға шүкір жаман емес. Біздің ауылды, қажының ауыл деп бәрі сыйлайды. Асып-тасып жатқан бай болмасақ та. Қазір заман өзгерді сендерде. Совет үкіметі кедейлерге теңдік әперді. Баяғыдай қызды малға сату жойылды деп жатқан жоқ па? Енді жақсы болды ғой. Қыздың өз еркі өзінде, қалың мал төлемей-ақ
сөйлесесің де, сүйем десе болды, ала бересің.